Қадір түнінде қандай дұға айтуымыз керекті бізге Айша анамыз жеткізді. Ол пайғамбардан сұрады ғой, қадір түнін тапсам не айтайын деді, не сұрайын деген кезде пайғамбар оған былай деп үйретті. Аллахумма иннака афу. Алла сен кешірімдісің. Тухиббул афуа. Сен кешіргенді жақсы көресің. Фа'фу анни. Мені кешірші деп айт деп пайғамбар Айша анамызға үйретті. Енді бір сәт ойланайықшы. Неге кешірім? Неге басқа нәрсені сұрады еді пайғамбарымыз? Ибн Раджаб айтады. Мысалы 20 күн бойы біз ораза ұстадық, әлбетте қадір түні ең соңғы 10 күнде. Адам қаншалықты азық жинамасын, қаншалықты ізгі амалдары, сауапты амалы көп болсын, ол бәрі өзінің Алланың кешіріміне мұқтаждығын сезеді дейді. Сондықтан Алладан кешірім сұрайды дейді. Енді бұны тағы да былай деп түсіндірсек болады да, мысалы, Алла Тағала кімді кешірсе, Алла Тағала ол адамның кәсібіне береке беріп қояды. Алла Тағала кімді кешірсе, оның отбасына береке беріп қояды. Алла Тағала кімді кешірсе, оның тәнінде, оның жанында сау болып, оған екі дүниелік жақсылық беріп қояды. Сондықтан сіз бен біз бұл түні көбірек Алладан кешірім сұрауымыз керек.